Сәлем достар, бүгін біз қабынуға қарсы стероидті емес заттарды талдаймыз. Ол осы группаны талдамай тұрып, біз қабынудың не екенін білуіміз керек. Қабыну көптеген эндогенді заттармен реттелетін күрделі құрылыс. Яғни қабыну ағзалар мен ұлпаларда болған зақымға ұлпа қан тамырларының қорғанысын көрсететін реакциясы. Негізгі белгілері ісіну, қызу, қызару, ауыру. Бір сөзбен айтқанда, қабыну біздің экзогенді, эндогенді факторларға біздің ағзамыздың жауабы. Яғни қабыну бізге түрдің сақталуымыз үшін қажет. Ол дегеніміз не? Например, мен қолымды кесіп алдым, немесе аяғыма шеге кіріп кетті. Сол кезде ауырсыну болады. Ауырсынумен белгі береді. Сосын біз ауырсыну болады, сразу шегеден аяғымызды алып қаламыз. Осы бізде жауап. Түсіндіңдер ғой, осылай жауап бізге түрдің сақталуымыз қажет. Яғни ол жерде мен, например, бұл қабыну болмаса, мен шегені тығып тұра берем, сосын аяғым қаннан тоқтамай, адам өліп кетуші еді, ол түрдің сақталуы үшін қажет. Яғни бір реакция көрсетеді. Например, қолымды кесіп алдым, аяғымды сындырып алдым, любой нәрсе. Осы қабынумен жазылады. Сол қабыну арқылы біз өмір сүріп жатырмыз. Негізгі бұл өте маңызды. Подфиздің бұл базовый сабағы, жеке сабақ видео түсіремін қабыну жайлы тереңірек. Енді ісіну, қызу, қызару, ауыру. Сол ауырсынуды басу үшін бізде осы стероидті емес заттарды қолданамыз. Енді бізде қабыну қандай механизммен жүреді? Біздің бүкіл ағзамызда ол тіннен тұрады. Тіндер мембранадан тұрады. Осы кезде мембрананың сыртын фосфолипидтер құрайды. Фосфолипидтер зақымданады. Осы кезде бізде арахидон қышқылы бөлінеді. Арахидон қышқылынсыз қабыну басталынбайды. Фосфолипаза А2 активтенеді, арахидон қышқылын бөледі. Арахидон қышқылы бізде СОК1 мен СОК2-ні ажыратады, бөліп береді, дамытып береді. Одан кейін бізде простациклин, простагландиндер, тромбоктан, лейкотриендер бөлінеді. Бұл дегенімізде жаңағы простациклиндер ауырсыну, температураның көтерілуі, сосын местный температураның көтерілуі болады, қызару болады. Осының бәрі осы простациклин, простагландин, тромбоктанның әсерінен. Осы біз подфизбен фарманы байланыстырмасақ, бізде фарманың білімін алу өте қиын болады. Сосын подфиздің патогенезінің этиологиясын жақсы білуіміз керек. Енді бізде ауырсыну болды. Сол ауырсынуды басу үшін бізде НПВС қолданады. НПВС, яғни қабынуға қарсы стероидті емес заттар. СОК1-ге әсер етеді, СОК1, СОК2-ге әсер етеді. Ол фосфолипид, міне арахидон қышқылын осы жерден ұстап қалады. Одан кейін простагландиндер бөлінбейді, бізде температура төмендейді, ауырсыну басылады, қабыну басылады. Осылай механизммен жүреді. Не үшін температура көтеріледі, например? Ол инфекция кірген кезде, ол бізде экзогенді, сырттан инфекция кірді, бактерия, вирус. Сол кезде бізде температура көтеріледі. Себебі бактерия, вирус, инфекцияға бізде қолайсыз орта жасау үшін бізде лихорадка болады. Сосын ауырсыну, ол жаңа түсіндірдім, ол бізде реакция болу керек. Реакция болмаса адам өліп кетуші еді. Сосын біз енді НПВС-ті не үшін қолданамыз? Ауырсынуларды басу үшін, температураны түсіру үшін қолданамыз. Бізде осындай фарманы оқығанда, осындай классификацияны бірінші оқып алса 50% білім болады. Например, аспиринді сен біліп алдың, например, этедалак. Тура ол осындай механизммен әсер етеді. Бір-біріне өте жақсы. Осы 50% білімді алу үшін біз классификацияны жаттап алсақ болды. Классификацияны жаттағаннан кейін ары қарай фармакологиялық әсері, бір топқа кіретін препараттардың фармакологиялық әсері, противопоказания, показания, көрсеткіштері, побочный эффекттер бәрі бір-біріне ұқсайды. Ол үшін біз классификацияны жақсылап білуіміз керек. Осындай классификация болады. СОК1-ді тежейтін аспирин, индометацин, кетапрофен, пироксикам, сулиндак. Одан кейін СОК1-ді тежейтіндер, СОК1-ді диклофенак, ибупрофен, напроксен. Сосын СОК1 мен СОК2-ні бірге тежейтіндер, ларнаксикам. Тек СОК2-ні тежейтіндер этаделак, мелаксикам, немесулит, набуметон, целококсиб, коктиб. Осы препараттарды біз жаттауымыз керек, дәптерлеріңе жазып алыңдар. Одан кейін бізде енді СОК1-ді тежейді, НПВС. Одан кейін простагландиндер, тромбоксандар бөлінбейді. Одан кейін бізде воспаление, қабыну түседі, ауырсыну, температура түседі. Енді біз мынандай қатармен жаттауымыз керек. Ең бірінші біз мына аспирин.
Бұл өте танымал препарат қой аспирин. Осындай. Енді осындай анальгетикалық сосын қабынуға қарсы активності белсенділік деп бөлеміз. Одан кейін міне бізде анальгетикалық топ, яғни ауырсынуды басатын ең бізде кетаралак топтары, диклофенак натрий, анальгин. Осы біз ауырсынуды басу үшін осы препараттарды қолданамыз. Яғни бұл анальгетикалық мықты деген сөз. Ал мына жақта қабынуды алып тастайтын препараттар бар. Ол бізге диклофенак натрий, ол инdoметацинекке өте қабынуды өте мощный алып тастайды. Ал, например, біз анальгетикалық топ деп инdoметацинді немесе телококсибті берсек, мына кезде біз ұтылып қаламыз. Анальгетикалық топты берсек қабынуды алу үшін. Бір-бірін осы қатарды жақсылап біліп алуымыз керек. Яғни аспирин ол бізде қабынуды өте нашар алады. Ал мына жақта кетаралак, анальгин анальгетикалық топ, яғни мықталады. Ал телококсиб ол мына жерде тұр. Яғни ол мелоксикам, напроксен үшеуі бірдей орташа қабынуды алады деген сөз. Яғни орташа ғана әсер етеді. Енді осындай нелер бар. Аспирин. Бұл енді мен алдыңғы сабақта түсіндірдім ғой, аспирин. Точнее, қалай оқу керек екен фарманы. Яғни біз фарманы былай оқимыз. Ең бірінші фармакологиялық тобы, фармакологиялық аты, фармакологиялық тобы бірге тұрады. Одан кейін біз оқуымыз керек фармакологиялық әсері, ары қарай показаниясы, қай кезде қолданамыз көрсеткіштері, противопоказания қай кезде қолданбаймыз, побочный эффекттері, одан кейін рецепт. Рецепті жақсылап біліп алу керек, өйткені біздің университетте біз 3-ші курста рецепттен экзамен тапсырамыз. Аспирин. Аспирин ацетилсалицил қышқылы. Қабынуға қарсы стероидті емес препараттар тобына жатады. Әрі оның ауруды басатын, қызуды түсіретін және қабынуға қарсы әсері бар. Сондай-ақ тромбоциттер агрегациясын бәсеңдетеді. Әсер ету механизмі ток простагландиндер изошары болып саналатын арахидон қышқыл метаболизм негізгі ферменттің белсенділігін бәсеңдетумен байланысты. Бұл қабыну патогенезін ауыру мен қызбада басты рөл атқарады. Міне, сокты тежеп тастайды. Осы кезде простагландин бөлінбейді. Простагландин бөлінбегеннен кейін біз, например, тұмау болып жатқан кезде аспиринді ішеміз ғой, ауырсынуды басу үшін, температураны түсіру үшін бізде осындай механизммен әсер етеді. Аспирин осындай топқа жатады, яғни осы әсер етеді. Аспирин бізде қабынуға қарсы стероид емес заттарға жатады. Әсер ету механизмі сот простагландиндердің осыны тежеп тастағаннан кейін бізде ауырсыну басылады. Осы қысқа жақсылап оқуымыз керек. Қолданылуы ересектер арасында әртүрлі себептермен туатын ауру синдромында бас ауруы, тіс ауруы, тамақ ауруы, бастық қинасы, бұлшықет және буын ауруы, арқаның ауруы, етеккір кезіндегі аурулар. Яғни бұл ауырсынуды басу үшін осыны қолданамыз. Тұмау мен басқа жұқпалы қабынбалы аурулар кезінде қолданамыз. Одан кейін кардиологияда аспиринді 3 несі бар. Жалпы айтқанда аспириннің 3 дозасы бар. 150 мг, одан кейін 325 мг, 75 мг. 75 мг кардиомагнил. Кардиомагнилді біз кардиологияда өте көп қолданамыз. Кардиологияда инфаркт миокарданың алдын алу үшін қанды сұйылту үшін біз аспиринді береміз. Енді жағымсыз әсерлері ол бүкіл дәріде анафилактикалық шок болады. Сосын квинке ісінуі, бронхтардың түйілуі бұл анафилактикалық шок әсерінен. Одан кейін НПВС-та ең жағымсыз әсер, яғни спецификалық жағымсыз әсер ол бізде асқазанда ЖКТ-ны эрозиялап жібереді, яғни тесіп эрозия жасап жібереді. Осы жағымсыз әсері. Геморрагиялық синдром, мұрыннан қан кету, яғни қанды сұйылтып жібергеннен кейін бізде тромбоцитопения, анемия, лейкопения, қан ұю уақытының ұлғаюы болып кетеді. Өйткені аспирин бізде қанды сұйылтатын әсері бар. Одан кейін оларды ақырын өздерің жазып алыңдар. Конспект негізгі спецификалық жанама әсері ол бізде асқазан ішектен қан кету. Сосын бүкіл дәрі бауырға урон береді, бауыр жеткіліксіздігі болып кетуі мүмкін. Любой дәрі, любой препарат. Қолдануға болмайтын жағдайлар ол жоғарғы сезімталдық аллергия бар кезде бере алмаймыз. Міне, асқазан ішек жолдарының ойық жаралы зақымдануы кезінде бере алмаймыз. Себебі не болады? Өйткені одан ары жасап жібереді. Одан ары
ойып жібереді. Одан ары эрозия жасап жібергеннен біз бере алмаймыз. Одан кейін біз гемофилия, геморрагиялық диатез кезінде, қанауға бейімділік кезде бере алмаймыз. Өйткені біз науқастан айырылып қалуымыз мүмкін. Одан кейін бронх демікпесін кезінде бере алмаймыз. Метатрексатпен 15 мг немесе одан да көп дозада біріктіріп қолдануға болмайды. Өйткені метатрексат ісікке қарсы препарат. Сосын бірге бермейміз. Жүктілік және лактация кезеңінде 75 мг-ды ғана бере аламыз. Эклампсия, проэклампсия жүктіліктің несін алу, яғни преэклампсия, эклампсия дегеніміз ол бізде жүктіліктің асқынуы. Сол кезде береміз, соны алдын алу үшін. Антикоагулянттармен қатар емдеуге болмайды. Бұл бізде яғни рецепт таблетка аспирин 0,5, бұл 10 тал болады ішінде, 0,5 ол бізде салмағы. Одан кейін біз оны тамақтан кейін күніне бір таблетка береміз ауырған жағдайда. Бұл бізде қабынуға қарсы заттардың негізгі қай кезде қолданамыз. Осының бәрін жазып қойдым, конспект деп жазып алыңдар. Өте керек болады.